Сен үйіне бүгін қонаққа келдім. Рахмет. Таныстырасың ба үйіңді? Әрине, түрлет. Алдыңғы үйіне қарағанда кең екен, иә? Күшті екен. Кең. Жарық, биік. Вау, керемет. Жел үрді ба? Жатын бөлмем. Осы жерде серігесін демаласың, иә? Демалам. Мына бөлме бір сұлулық салоны сияқты екен, иә? Бұл, сұлулық салоны, ғажайып бөлме дейміз. Бұл жерде барлығы бар. 11 жыл бойы сахнадан тыс болдың. 11 жыл бойы ән әлемінен алыстап кеттің. Сахнаға шыққан кезде, Сиви ханым сені Жанар Хамитова деп шақырған кезде қандай әсерде болдың? Халық қалай қабылдады? Халық күшті қабылдады негізі. Қағазбен де шықтым, сөздерін ұмытып қалмас үшін 1-2 концертте, өйткені чтобы не опозориться деді ғой. Содан кейін халық түсінді. Концертте қандай әндер орындадың? Өмірді бәрі бір күндік екен, қайғыда мұңда қуаныш. Тағдырға күнде шүкірлік етем, сыйлаған бізге жұбаныш. Ай, өмірдің өзі қуаныш.